Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Макенова Ажар Сойындыковна, Ақмола облысы Бурабай ауданының Щучинск қаласының номер 8 мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімі. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз химиялық элементтердің табиғи ұяластарының қасиеттері. Сабақтың мақсаты элементтердің табиғи ұяластары бойынша жүйедегі орнын табу. Қасиеттері ұқсас элементтердің бір топқа орналасуын түсіндіру. Сілтілік металдар, галогендер, инертті газдар және ауыспалы металдарға мысал келтіру. Химиялық және физикалық қасиеттерінің ұқсастығына қарай біріккен элементтер тобы ұқсас элементтер немесе табиғи топтар деп аталады. Бірінші А тобы сілтілік металдар. Бұл топқа литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций жатады. Сілтілік металдардың физикалық қасиеттері рет нөмірлері артқан сайын қайнау және балқу температуралары және қаттылығы кемитін байқауға болады. Бұл атомдардың өлшемдерінің артуымен түсіндіріледі. Натрий және калийдің жұмсақтығы сонша, оларды тіпті пышақпен кесуге де болады. Сілтілік металдар өте белсенді металдар. Назарларыңызға натрийдің сумен әрекеттесу реакциясы. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін натрийдің сумен әрекеттестіру реакциясын жасаймыз. Ең алдымен шыны ыдысқа су құямыз. Кішкене мөлшерде. Кейін натрийдің кішкене ғана түйіршігін суға қосамыз. Кішкене ғана, себебі натрий сумен өте белсенді әрекеттеседі. Пах деген дыбыс арқылы сутек газын тексерсек болады. Неге? Келесі 7-ші А тобы галогендер. Бұл топқа хлор, астат, йод, фтор, бром жатады. Бұл элементтер ең белсенді бейметалдар. Галогендердің ең белсендісі фтор бейметалдардың патшасы. Олар өте қауіпті. Түстері алуан түрлі. Фтор ашық сары, хлор сарғыш жасыл газдар, бром қызыл қоңыр сұйықтық, ал йод қара күлгін түсті қатты зат. Өте белсенді болғандықтан оларды жабық ыдыста сақтайды. Металдармен өте шабытты әрекеттесіп, тұздар түзетіндіктен оларды тұз түзушілер деп атаған. Галоген, яғни балар, тұз түзуші. Галогендер сутекпен әрекеттесіп, қышқыл түзеді. Мысалы, тұз қышқылы. Келесі 8-ші А тобы инертті газдар. Бұл топқа гелий, неон, аргон, криптон, ксенон және радон жатады. Инертті газдар бекзат газдар деп аталады. Физикалық және химиялық қасиеттеріне байланысты бекзат газдар кеңінен қолданылады. Бүгінгі сабақта біз 1-ші А тобы сілтілік металдарменен, 7-ші А тобы галогендерменен және 8-ші А тобы инертті газдар табиғи топтармен таныстық. Сонымен қатар бізде ауыспалы металдар, қосымша топша металдары бар. Олар алтын, күміс, платина. Ал енді балалар, алған білімімізді тексерейік. Бірінші сұрақ сәйкестікті келтір. Бізге хлор, бром, йод берілген, олардың агрегаттық күйін анықтау керекпіз. Екінші сұрақ элементтердің қандай тобы галогендер. Үшінші сұрақ элементтердің қандай тобы сілтілік металдар. Төртінші сұрақ
сәйкестікті келтір. Хлор, бром, йод берілген, олардың түстерін анықтау керек. 5-ші сұрақ. Қандай элемент 8-ші А тобын басқарады? Назарларыңызға рахмет.